Мен Зинченко Максим, Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің 2-ші курс студентімін. Менің өмірлік ұраным кез келген ең ұзын жол алғашқы қадамнан басталады. Мен ең алғашқы қадамдарымды тамақтану және қызмет көрсету саласындағы ең жақсы колледждердің бірінде жасағанына өте қуаныштымын. Қазақстан бас аспаздар одағынан президенті Трегубенко Александр Александровичтің кәсіби жолы мен үшін үлгі болады. Аспаз болудың 7 себебі. Бірінші себеп – өзекті және сұранысқа ие маман. Егер сіз жақсы маман болсаңыз, онда жұмыссыз қалмауға кепілдік бар. Екінші себеп – тұрақты табыс. Аспазының жалақысы 100 000 теңгеден басталады. Тәжірибелі аспазға 300 мыңға жуық жалақы төленеді. Ал бас аспаздар 500-600 мың теңгеден және одан да көп табыс таба алады. Үшінші себеп – өз кәсібін ашу мүмкіндігі бар. Шағын бастапқы капиталы болса да, сіз өз бизнесіңді бастай аласыз. Төртінші себеп – шығармашылыққа мүмкіндік. Тағамды даярлау кезінде талғамсыз, фантазиясыз жасай алмайсыз. Кәсіби аспаз ерте ме, кеш пе өзінің жеке авторлық тағамын жасайды. Бесінші себеп – қуаныш сыйлау мүмкіндігі бар. Адамдардың көңіл күйін көтеріп, олардың өмірінде қуаныш сыйлай аласыз. Алтыншы себеп – кәсіби және мансаптық өсу. Аспазшы маман ғана емес. Сонымен қатар лидер болу мүмкін, сөйтіп бас аспаз деңгейінен дейін көтеріле алады. Жетінші себеп – өз өзін әрдайым дамыту. Кәсіби маман ретінде өзін дамытуға мүдделі. Аспаз өз ісін жетілдіруге жеткілікті. Уақыт бөліп және өзін жақсы көрсетсе алса, ол кейін үлкен жетістіктерге жетеді.